Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ең пайдалы салаттың рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге мандарин, алма, киви, анар, банан және де осындай йогурт қажет болады. Ең алдымен осы жемістердің сыртын тазалап, онан соң тура видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Жемістерді қатты майдалап турап қажет емес, себебі суы шығып кетуі мүмкін. Менде үйде осы жемістер болғандықтан осылардан жасадым. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша кез келген жемісті қосып жасауларыңызға болады. Барлығын ыдысқа салып, соңынан йогуртты қосып араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын. Салат өте дәмді болып шығады. Әсіресе балаларға өте қатты ұнайды. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады.